Астрономдардың пайымдауынша баланың туған айы мен күніне бөлек оның туған сағаты әсер етеді екен. Мамандар тәулікті 12-ге бөліп, әрқайсысы Қытай күнтізбесіне сәйкес екенін анықтаған. 23:00 мен 1:00 егеуқұйрық сағаты. Бұл сағатта дүниеге келген балалар өте ақылды, байқағыш болып келеді. 1:00 мен 3:00 өгіз сағаты. Бұл сағатта дүниеге келген сәби байсалды, ұстамды болады. 3:00 мен 5:00 жолбарыс сағаты. Бұл сағатта дүниеге келген балалардың қолдары ашық, ақкөңіл болып келеді. 5:00 мен 7:00 дүниеге келген балалар мысық сағаты. Бұл сағатта дүниеге келген балалардың ерекшеліктері әділдік пен тепе-теңдікті ұстап тұратын балалар деп есептелген. Және де 7:00 мен 9:00 аралығында дүниеге келгендер айдаһар сағаты. Астрономдардың айтуынша бұл сағатта дүниеге келген сәбилер өте мықты, батыл болады. Олар қор жинай алады, яғни ақша жинай алады. 9:00 мен 11:00 жылан сағаты. Ақыл ойы, қабілеті жоғары балалар дәл осы уақытта дүниеге келеді. 11:00 мен 13:00 жылқы сағаты. Бұл уақытта туылған балалар жігерлі, батыл болып келеді. 13:00 мен 15:00 ешкі сағаты. Бұл уақытта туылған балалар төзімді, әділ болып келеді. 15:00 мен 17:00 маймыл сағаты. Ашық мінезді, тез тіл тапқыш балалар осы уақытта дүниеге келеді екен. 17:00 мен 19:00 әтеш сағаты. Бұл уақытта тәртіпті, батыл балалар дүниеге келеді дейді зерттеушілер. 19:00 мен 21:00 ит сағаты. Осы уақытта дүниеге келген сәбилер адалдық пен әдептіліктің ерекше қасиеттерге лайық болады. 21:00 мен 23:00 доңыз сағаты. Батыл, ержүрек балалар өмір есігін ашады дейді. Құрметті көрермендер, ал сіздер қай уақытта дүниеге келгенсіздер? Комментарияға жаза кетіңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар.